Баршаңызға сәлем достар, сіздермен несібелі. Сіздерге чак-чактың ең оңай жолы қарапайым әдіспен жасалынатын рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керегі 3-ақ зат. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды аламыз, оған тұзымызды қосамыз және де разрыхитель қосып жақсылап араластыратын боламын. Содан соң бізге керегі ұн. Ұнды алып қосып жақсылап араластырып қатты қамыр илеп аламын. Қамырымызды жақсылап илеп болған соң оны 15 минутқа тындырып қоямыз. Майымызды жақсылап қыздырып, қамырымызды жұқа етіп жайып аламын. Өзіңіз қалаған формада қамырды кесіп алсаңыз болады. Қамырымызды қызып тұрған майға жақсылап қызартып, қуырып аламыз достар. Егер менің рецептім ұнаса, дайындап көріңіздер. Барлық қамырды қуырып алғаннан кейін сгущенкамен араластырамыз жақсылап. Дайын болған чак-чагымызды енді тарелкамызға әдемілеп салып, үстіне күнжіт немесе мақ қосып берсеңіздер болады. Сіздермен болған несібелі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.